Баршаңызға сәлем достар, бүгін мен сіздермен ерекше әдіспен дайындалатын тағамның рецептісімен бөлісетін боламын. Ең алдымен барлық қажет заттарымызды дайындап аламыз. Барлық қажет заттардың мөлшерін астында описание бөліміне жазып қалдыратын боламын. Ең бірінші ыдысымызға қайнатылған картоптарымызды салып, езгіштің көмегімен жақсылап езіп аламыз. Картоптарымызды езіп болғаннан кейін үстінен тұзымызды, бұрышымызды салып араластырып аламыз. Одан кейін үстінен 3 ас қасық сүтімізді қосып араластырып аламыз. Оның үстінен үккіштен өткізілген сырымызды салып араластырып аламыз. Мен 50 грамдай мөлшерінде сыр қостым. Барлығын жақсылап араластырып аламыз. Араластырып болғаннан кейін картоплымызды бір шетке қоя тұрамыз дағыны. Таза ыдысымызды алып, үстіне ет тартқыштан өткізілген етімізді салып аламыз. Менде балық еті, сіздер кез келген етті қолдансаңыздар болады. Оның үстінен ұзынша жіңішке етіп туралған орам жапырағымызды саламыз. Және де үккіштен өткізілген сабызымызды, чесногымызды, пиязымызды салып араластырып аламыз. Дәміне қарай тұз, бұрыш дәмдеуіштерімізді қосып аламыз. Және үстінен 3 ас қасық ұнымызды қосамыз. Одан кейін 2 жұмыртқамызды салып, жақсылап араластырып, бір массаға келтіреміз. Сосын листімізді алып, майлап, жаңағы етімізді, фаршымызды осылай видеода көргендеріңізді етіп, қолымызбен дөңгелек жасап орналастырамыз. Түскі асқа, кешкі асқа жасап беріп, отбасыларыңызды қуантсаңыздар болады. Өте керемет, дәмді тамақ болып шығады. Барлығын осылай дөңгелек етіп, еттерімізді орналастырып аламыз. Орналастырып болғаннан кейін, видеода көргендеріңіздей қолымыздың көмегімен ортасынан осылай ашып шығамыз. Және үстіне мен жаңағы картоптарымды осылай дөңгелек етіп жасап алдым. Соны етіміздің үстіне орналастыратын боламыз. Міне орналастырып болғаннан кейін 3-4 ас қасық томат қолдансаңыздар болады. Мен өзімнің жазда жапқан салатымды қолдандым. 3-4 ас қасық томатқа 1 стакан қайнаған суға салып араластырамыз дағыны. Осылай үстіне құйып шығатын боламыз. Міне құйып шықтық. Енді үстіне жаңағы үккіштен өткізілген сырымызды салып, бетін жауамыз. Бетіне сырымызды осылай сеуіп аламыз. Одан кейін бетін фольгамен жауып, қызып тұрған пешімізде 180 градуста 50 минутта пісіріп аламыз. Міне біздің тағамымыз пісіп шықты. Өте керемет, дәмді болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Видео ұнаған болса, каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып қалдыруды ұмытпаңыздар.